Сәлем оқырман. Айбек мен Индираның ара қатынасы не болып жатыр? Қарындасы араларына түскені дұрыс болмады ау. Бірақ ол да жалғыз еңліктің қателігі емес қой. Айбек болса желіде өзінің пікірін жазған болатын. Негізі мен үшін ауыр эфир болды десем болады. Кімді таңдайсың деген сұрақтар көп қойылды. Өте ішім ашиды. Мен үшін бауырдың орны ерекше және әрқашан бірінші тұрады. Ал менің таңдауым ше? Ол қызда бір үйдің ерке қызы. Менің қасыда жылағанын қаламаймын. Және түптің-түбінде екеуі де тіл табысады деп ойлаймын. Мені ойласа, мені сыйласа, бәрі оңынан болады деп сенемін. Бәріңіздің ой-пікірлеріңізді оқып көріп жатырмын, рахмет. Ал эфирдің сыртында Индира мен еңлікпен қатты ұрысып қалған еді. Тіпті төбелесуге дайын болғандай, мұса ажыратқандай болды. Бірақ екеуі бір шешімге келмеді ау. Екеуінен де бір-біріне ауыр сөздері кетті. Топас, ау деп қыздар өздеріне шыққан сөздер. Еңлік пен Индира сонда аз уақыт арасында сонша жеп көріп кеткен бір-бірін. Қатты сөйлеп жатыр, арада Айбек қалды. Және де Айбек Эдуарданы Инстаграм желісінде бұғаттаған екен. Ал Эдуарда желіге жазған болатын, қысқаша айтып кетейін. Маған эфир туралы артық сұрақ қоюдың қажеті жоқ, мен орталарына түскен емеспін, екеуіне бақыт тілеймін. Ал еңлікпен тек жақсы қарым-қатынастамыз деді. Ал біздің көрерменнің пікірін оқып кетейін. Көрермен ретінде еңлікті қолдаймын, жақсы қыз. Индира кім өзі, біресе әкем жоқ дейді, біресе еңлікті ол үйден кетсін дейтін кім. Жобадан кетсін, жас қыздардың қажеті жоқ. Еңлікті ешқандай дұрыс емес. Ағасының сүйген қызына анау-мынау деп сөйлеуге. Дұрыс айтады Индира, еңлік кетпесе жеңге болсын, келін болсын ешкімді сыйғызбайды. Көкбет қыз себебі дейді. Көрермен екіге бөлінуде, біреуі Индираны қолдасы, екіншісі еңлікті қолдауда. Ал сіз кімдікі дұрыс деп ойлайсыз? Пікірлеріңізді жаза кетіңіз.